Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең нәзік десерт классикалық тирамисудың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, ал ендеше кеттік бастайық. Бізге 5 жұмыртқаның сарысы қажет, қант, маскарпоне, какао, клегей, ваниль пастасы немесе ваниль экстрактысы, савоярди печеньесі және кофе қажет. Савоярди печеньесі кез келген кондитерлік дүкенде сатылады. Ең алдымен бастамас бұрын плитамызға қайнауға су қойып қоямыз. Оған дейін жеке ыдысымызға 5 жұмыртқаның сарысын саламыз. Оның үстіне қантымызды қосып, қолдың меншігімен жақсылап араластырамыз. Суымыз қайнағаннан кейін плитаның отын азайтып, суымыз жай жыбырлап қайнаған тосамыз. Одан кейін ыдысты жұмыртқасымен будың үстіне қойып, үздіксіз үзбей венчикпен араластыра отырып, жұмыртқамыздың температурасын 60-61 градусқа дейін жеткенін тосамыз. Температурасын пирометр немесе инелі термометрмен өлшейміз. Және үздіксіз араластыруымыз қажет. Араластырмасақ, жұмыртқаларымыз пісіп кетуі мүмкін. Жалпы жұмыртқамызды 60-61 градусқа дейін не үшін жеткіземіз? Себебі бойындағы барлық зиянды бактериялар өледі, және одан кейін жұмыртқаны қауіпсіз пайдалана беруге болады. Жұмыртқамыз 61 градусқа жеткеннен кейін бірден плитадан алып, бөлме температурасында суығанша қойып қоямыз. Ендігі кезекте эспрессо немесе американо кофесін дайындаймыз. Ол үшін дайын ұнтақты кофеміздің үстіне қантымызды салып, оның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырып, бөлме температурасында суығанша ұстаймыз. Жалпы мен жұмыртқаны ең алдымен жақсылап тұрып, сабынды сумен жуып аламын. Одан кейін сірке суымен суды араластырып, сол судың ішінде жұмыртқаны 5-7 минут ұстап, одан кейін пайдалана беремін. Ендігі кезекте маскарпоненің үстіне ваниль пастасын немесе ваниль экстрактысын қосып, жақсылап лопатканың көмегімен жұмсарғанша араластырып аламыз. Одан кейін осы маскарпоненің үстіне бөлме температурасында суыған жұмыртқамызды саламыз да лопаткамен араластырамыз. Жақсылап араласу үшін, бойындағы түйіршіктері кету үшін қолдың меншігімен тағы да бір мәрте араластырып алған жөн. Енді миксеріміздің ыдысына суық клегейімізді құйып, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап жылдамдығын арттыра отырып, клегейіміз қоюланғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей клегейіміз қоюланды. Енді осы клегейімізге бағанағы маскарпоне мен жұмыртқа араласқан кремімізді салып, миксердің төменгі жылдамдығында тағы бір мәрте араластырып аламыз. Одан кейін лопатканың көмегімен кремімізді жақсылап бір араластырамыз, ортасындағы артық ауасы шығу үшін және креміміз біркелкі болу үшін. Осымен біздің креміміз дайын болды. Енді тирамисуымызды жинаймыз. Мен тирамисуды өлшемі 34-24 болатын осындай шаршы пішінді формаға жинайтын боламын. Және ол форманың түбін пищевой пленкамен тартып қаптап аламын. Сонымен бірге енді осы формаға дәлдеп біз печеньеларымызды дайындап аламыз. Жетпей тұрған жерлер болса, дәл осылай мен сияқты өлшеп, кесіп дайындап аламыз. Егер сіздерде менікіндей форма болмаса, кез келген формаға жасай берсеңіздер болады. Тек құрамын, яғни ингредиенттерін сол формаға дәлдеп аласыздар. Мінекей біздің печеньеларымызда формамызда дайын болды. Енді тирамисуымызды жинаймыз. Ең алдымен формамыздың түбіне осындай тақтайша аламыз. Формамыздан сәл үлкендеу болатын, және сол тақтайшаның үстіне формамызды орналастырамыз. Ендігі кезекте суыған эспрессо немесе американо кофесіне осылайша печеньеларымызды бір-бір малып аламыз да формамыздың ішіне орналастырып шығамыз. Мен пайдаланған савоярди печеньесінің атауы Регина деп аталады, және оның салмағы 400 грамм, ішінде 48 штук болды. Соның барлығын пайдаландым. Міне осылайша біз печеньеларымыздың барлығын кофеге малып, орналастырып шықтық бірінші қабатын. Одан кейін барып, креміміздің тең жартысын өлшеп, осы печеньеларымыздың үстіне салып, тегістеп шығамыз.
Осылайша кремімізді тегістеп алғаннан кейін дәл бірінші қабаттағыдай печеньяларымызды кофемізге малып, кремнің үстінен тізіп қойып шығамыз. Жалпы савоярди печеньяларын кофенің ішінде көп ұстаудың қажеті жоқ. Екі жағын бірдей малып алғаннан кейін бірден дізіп шығамыз. Бұл печеньяларды кофеде көп ұстайтын болсаңыздар, тез еріп, жібіп кетуі мүмкін. Осылайша барлық печеньяларымызды дізіп шықтық. Енді қалған кремді бетіне жағып, шпательмен тегістеп шығамыз. Мінекей осымен тирамису десертіміз дайын болды. Бетін тегістеп алғаннан кейін пищевой пленкамен жауып, бір түнге немесе кем дегенде 5 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Осы уақыт аралығында біздің десертіміз сіңіп, өте нәзік болып шығады. Осымен тирамису десертіміз бір түн тұрды. Бетіндегі пищевой пленкасын алып тастап, бетіне какао сеуіп шығамыз. Бұл десертке какаоның қантсыз түрін алған жөн, себебі десертте какаоның дәмі өте ерекше нәзік дәм беріп тұрады. Мен өзім кондитерлік дүкендерге барған кезде какаоның құрамына назар аударамын және көбінесе алкализованный какаоны аламын. Міне осымен десертіміз дайын болды. Жалпы YouTube желісінде көптеген фудблогерлерде осы тирамису десертінің рецепттері бар, бірақ менің де рецептімен жасап көріңіздер деймін. Міне қарап отырсаңыздар, десертіміз өте нәзік болып шыққан, өте үлпілдек болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар және үлпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.